Дәрілік заттарды көктамыр ішіне тамшылатып енгізу. Қажетті жабдықтар. Дәрілік заттарды көктамыр ішіне тамшылатып енгізуге арналған бір реттік жүйе. Қажетті көлемдегі шприц, дәрілік затты бір ампула, инфузиялық сұйықтықтағы бір құты, 70% этил спирті және стерилді шариктер немесе спиртті майлықтар. Зарарсыздандырылмаған қолғаптар, жгут, штатив, пленкалы білікше, гемостатикалық жабыстырғыш, қолды өңдеуге арналған антисептикалық сабын және тері антисептигі. А, Б класындағы қалдықтарды жинауға арналған ыдыс. Процедураның негізгі бөлігі. Өзіңізді науқасқа таныстырыңыз. Аурухананың ішкі ережелеріне сәйкес пациентке сәйкестендіру жүргізіңіз. Рәсімнің мақсаты мен барысын түсіндіріңіз. Әдістемелік ұсынымдарға сәйкес қолды өңдеуді жүргізу. Қолғап киіп, оларды спиртті шарикпен немесе антисептикпен өңдеңіз. Қаптаманың герметикалық және жарамдылық мерзімін тексеріңіз. Дәрілік заттың атауын, оның жарамдылық мерзімін және сыртқы түрін мұқият оқып шығыңыз. Тығынды спиртті шарикпен өңдеңіз. Инені бөтелкенің тығынына тірелгенше енгізіңіз. Бөтелкені төңкеріп, оны бекіткішке бекітіңіз. Инъекциялық иненің қалпақшасын шешіңіз. Дәрі тамызғышты көлденең күйге бұраңыз, қысқышты ашыңыз, жүйе көлемінің жартысына дейін баяу толтырыңыз. Қысқышты жабыңыз және жүйені бастапқы күйіне қойыңыз. Фильтр толығымен толтырылуы қажет. Қысқышты ашып, ауаны толығымен шығарып, инеден тамшы пайда болғанша құрылғыны баяу толтырыңыз. Қысқышты жауып, инеге қалпақшаны кигізіңіз. Жүйе түтігінде ауаның болмауын тексеріңіз. Науқасқа ыңғайлы қалыпта отыруға көмектесіңіз. Науқастың шынтағының астына пленкалы білекше салыңыз. Науқастың иығының ортаңғы 1/3-іне жгут салыңыз. Шынтақ артериясындағы артериялық пульсті пальпациялаңыз. Ол өзгеріссіз күйде қалуы керек. Пациенттен жұдырығын қысуын сұраңыз. Венаны пальпациялаңыз. Оның енін, тереңдігін, бағытын, қозғалғыштығын, тамыр қабырғасының тығыздалуын анықтаңыз. Шынтақ буының аймағын спиртке малынған стерилді мақта шариктерімен өңдеңіз. Шариктердің қозғалысы бір бағытта орталықтан периферияға дейін жүзеге асырылады. Бірінші шарикпен шынтақ буының аймағын өңдеңіз, екіншісімен пункцияның тікелей орнын. Иненің канулясын оң қолмен, сол қолмен қалпақшасын аламыз. Иненің қиығы жоғары қарау керек. Таңдалған тамырдың бойымен сол қолдың бас бармағымен теріні шеткерге тартыңыз және оны басыңыз. Инені 30 градус бұрышпен жоғары қарай ұстап, теріні тесіп, инені тамырға параллель ұзындықтың 1/3 бөлігіне енгізіңіз. Жүйеде қан пайда болған кезде сол қолмен жгутты шешіңіз. Пациенттен жұдырығын ашуын сұраңыз. Инені лейкопластырмен бекітіп, оны стерилді майлықпен жабыңыз. Қысқышты ашыңыз.
Дәрігердің нұсқауына сәйкес бұрандалы қысқышпен тамшылардың түсу жылдамдығын реттеңіз. Қолғаптарды шешіп, Б класындағы медициналық қалдықтарға утилизациялауға жіберіңіз. Әдістемелік ұсынымдарға сәйкес қолды өңдеңіз. Тамшылатып құю процедурасының барлық кезеңінде пациенттің жай-күйін бақылаңыз. Пациенттен дәрілік заттарды көктамыр ішіне тамшылатып енгізуге арналған жүйені алу. Қолды өңдеп, қолғап киіңіз. Аз мөлшерде ерітінді қалған кезде бұрандалы қысқышты жабыңыз. Майлықты және фиксациялайтын жабыстырғышты шешіңіз. Инъекция орнына спиртке малынған мақта шаригін немесе спирт суылығын басыңыз, инені тамырдан алыңыз. Құтыны штативтен алу. А класындағы қалдықтарды жинауға арналған ыдысты кәдеге жарату. Науқастан жағдай туралы сұраңыз, жағдайының қалыпты екеніне көз жеткізіңіз. 10 минуттан кейін таңғышты алып, пациенттен шарикті алыңыз, Б класындағы медициналық қалдықтарға тастаңыз. Б класындағы медициналық қалдықтар үшін қолғаптарды шешіп, қолды өңдеу. Дәрігердің тағайындауының орындалуын дәрілік тағайындаулар парағына рәсімдерді есепке алу журналына құжаттауға міндетті.